Амансыздар ардақты әлеумет, Түркістан телеарнасында тікелей эфирде қасиетті Рамазан айының құрметіне арналған шапағат бағдарламасы. Ендеше құрметті көрермен, студия қонағымен таныс болыңыздар. Бүгінгі студия қонағы Түркістан облыстық дін істері басқармасының дін мәселелерін зерттеу орталығының бөлім басшысы Қайрат Салықбаев ағамыз келіп отыр. Қайреке, қош келдіңіз. Қасиетті Рамазан айының бүгінгі 3-ші күні тұтқан оразаларыңыз қабыл болсын. Бүгінгі хабарымызды дін мен дәстүр сабақтастығы деп арнап отырмыз. Бұған дейін де Түркістан облысының бас имамы, қала имамы келіп, осы Рамазанның қасиеті, оразаның бұзатын бұзбайтын тұстарын айта кеткен еді. Ендеше бүгінгі хабарымыз дін мен дәстүрдің сабақтастығына бастасақ деп отырмыз. Жалпы дәстүр ата салтымыз біздің, бабалар жолымыз. Білетіміз, қазақтың қайсы бір салты болса да, барлығы осы біздің иманмен, исламмен астасып жатқандығын әуелі тілге тиек етсек. Қайырлы кеш. Я, бұл сұрағыңыз өте орынды. Яғни біздің атамыз қазақ бекер айтпайды ғой. Бізге оразаның қазір 3 күн өтті деп отырмыз бізге. Өзіміздің атамыз қазақ бұрыннан бекер айтып кетпеген бізге. Ораза тұрар, 1 ай тұрар, жас балаша жылай тұрар деп айтып кетті бізге. Қарап отырсақ, біздің қазақтың салт дәстүрлерінің қайсысы бірін алсаңыз, ешқайсысы діннен, исламнан, яғни алшақ кеткен емес. Өйткені Абай атамыз бекер айтпайды ғой. Желбесіктен талбестен желбесікке үйрен дейді. Қарап отырсаңыз, бұл екі орталықта біздің дүниеге шыр етіп түскен сәбидің ана құрсағындағы тәрбиесінен бастап, яғни тұрмыс тіршілігіндегі қайбір біздің дәстүріміздің, қайбір неміздің несінің бәрін алып қарасаңыз, ешқайсысы діннен алшақ кеткен емес. Өйткені бұлардың бір-біріне ұстасып жатқандығы, мәселен, жас баланың дүниеге келуіндегі қырқынан шығару, мәселен, осы несінен бастап келетін болсақ, одан қала берсе, мәселен, 40-нан шығару, мәселен, 40 күнде шығару үрдісі. Бұл дінмен ұштастыратын болсақ, мәселен, бұрынғы өзіміздің аталарымыздың айтып кетеді, мәселен, адамның өзін жаратқанда топырақтан жаратыпты дейді, 40 күн топырақтан жаратқан дейді. Яғни 39-ның қайғы дариясынан су құйса, 1 күн қуаныш дариясынан су құйған дейді. Яғни осы жаратылыстың өзінің несін қарап отырсаңыз, яғни біздің ұлттық құндылықтағы қайбір нәрсені алсақ та ешқайсысы діннен алшақ кетпегендігін байқап отырамыз. Яғни сүннеттеу, азан шақырып ат қою мәселен, одан қала өсе көршімен тату болу. Қайсысы бірін алсаңыз, ешқайсысы біздің діннен алшақ кеткен емес. Яғни біздің діни тұрақтылықтағы, біздің ұлттық құндылықтағы Абайды алыңыз, Шәкәрімді алыңыз, қайсы бірін өлең жырларында қарап отырсаңыз, ешқайсысы ешқандай неден алшақ кеткен емес. Өйткені бұлардың барлығы шариғат, өйткені бұлардың бәрі біздің ақын жыраулардың қайсы бірін алсаңыз, мешіт медреселерден имам дәріс алған, сабақ алған қарап отырсаңыз. Алғаш сауат ашу медреседен шыққан. Бірақ сол кісілер неге араб болып кетпеді деген сұрақ туады мәселен қарасыз. Өйткені ол кісілер мәселен өзіміздің ұлттық құндылықтың қайсы бірін қарап отырса да, ешқайсысы діннен алшақ кетпегендігін бірімен ұштастырып отыр. Яғни өзгеден емес, өзіміздің ұлттық құндылықтарды дәріптейтін, өзіміздің ұлт мақтаныштары, өзіміздің ақын жыраулардан алғанымыз абзалдар деп ойлаймын. Жақсы, тамаша. Құрметті көрермендер, біз ескерте кетейік, шапағат бағдарламасы тікелей эфирде жүріп жатыр. Өздеріңізге толғандырған сауалдарыңыз болса, 877-171-88-88 WhatsApp нөміріне сауалдарыңыз жолдауларыңызға болады. Әрине, пітірге байланысты, зекетке байланысты, жалпы оразаны қай кезде бұзылады, қай кезде бұзылмайды деген сауалдар болса, өздеріңіз сауалдарыңызды жолдаңыздар. Арнайы теолог маманымыз сіздерге жауап беретін болады. Қайреке, сауалын жалдай түссек, пайғамбарымыздың өзі Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам сахабаларға дін таратар кезде де, қайбір қауымға барған кезде, дін тарататын кезде, оның әдет ғұрпы шариғатқа, исламға, иманға қайшы келмесе, ол қабыл, яғни қабылданатын болады деген еді. Демек, біздің қазақтың жеріне, қазақ даласына ислам дінінің емін-еркін енгеннің өзі, сол біздің әрбір таным түйсігіміз, салт дәстүріміздің барлығы исламмен астап жатқан сияқты. Иә, бұл сөзіңіздің жаны бар. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ол айтып кеткен рас. Өйткені ол исламда фиқх деген сала бар. Ол фиқхтың өзінде келеді Құран, сүннет, ижма, қияс, истихсан, истисхаб, сәдду зарай және оның ең соңында келетін әдет ғұрып деген бар. Яғни әр халықтың, әр ұлттың өзіне сай несі бар, салт дәстүрі, әдет ғұрып. Оның ешқайсысы егерде неге исламға, Аллахқа серік қосуға қайшы келмесе, ол нәрселердің ешқайсысына тыйым салмағандығына байланысты. Өйткені Құранның өзінде де арнайы аяттар келтірген. Яғни сендерді ұлттар мен ұлыстарға бөлдік дейді. Қарап отырсаңыз. Және әдет ғұрыпты өздерінің есіне байланысты келген нерлерін бәрін айтып отыр бұл жерде. Яғни біздің ұлттық құндылықтағы исламда тез қабылдаудың бірден-бір себепкері қарап отырсаңыз, жаңа өзіміз айтып кеткендей, яғни әрбір отбасындағы тәрбиеден басталады. Өйткені біздің
бабаларымыздың қайсысы бірін айтсаңыз, мәселе Әл-Фараби бабамыздың айтып кеткен тәрбиесіз берген білім адамзаттың қасшауы дейді мәселе. Қараңыз, бұның өзіне өте өткел. Өйткені тәртіпке бағынған құл болмас дейді Бауыржан атамыздың өзі. Яғни барлық нәрсе біріншіден яғни отбасындағы тәрбиеден басталады. Яғни отбасындағы ата-анаға құрмет, үлкенге құрмет болсын, кішіге ізет дейді мәселе. Біздің әрбір айтқан құндылықтағы әрбір мақал мәтелдеріміздің бәрі діннен алшақ кеткен емес. Яғни айтады ғой, атадан жақсы ұл туса, естегі басын төрге сүйрейді, атадан жаман ұл туса, төрдегі басын көрге сүйрейді дейді мәселе. Бұл жердің өзінде қарап отырсаңыз, яғни Құранның өзінде де келтіреді мәселе. Ата-аналарының бірі немесе екеуінің бірі жандарына кәрілікке жетсе, түф деген сөзді айтушы болмады дейді. Қарап отырсаңыз, бұл Құрандағы бір аят. Бірақ біздің атамыз қазақ не дейді? Ата-ананың алғысы Алланың алғысымен бір дейді. Ата-ананың қарғысы Алланың қарғысымен бір дейді. Мәселе әрбір айтылып жатқан ұлттық құндылықтағы нәрселердің бәрін қарап отырсақ, өзімізден алшақ нәрсе кетпейді. Өйткені дін мен дәстүр бір-біріне өзі тығыз байланысты нәрсе. Айтады ғой, 6 жыл ас болсаң да, ата салтыңнан аттама деп атамыз қазақ. Яғни осы сөздің өзінде өте тәрбиелік мәні бар. Өзі сұрыпталып қалды ғой өзі. Сұрыпталып бәр нәрселер бәрі келіп отыр мәселеге. Қарап отырсаңыз, біздің дәстүріміздің кейбір дәстүрлерімізге ұмытта кетіп бара жатқан жерлері бар мәселеге. Олардың бәрін бұрынғы аталарымыздың өзі айтады ғой, отырған жерде еннен танып отырады адамды. Яғни бұл жасқа келуіндегі киім киісі, киім кию үлгілері, өзіміздің жүріс тұрысы. Мәселеге 95 жастағы күйеуі 5 жасар баланың алдын кесіп өтпеуі. Мәселеге қарап отырсаңыз, яғни ер адамды сонша қасиет тұтқаны, яғни ер адамның бір саты жоғары екендігін өзіміздің незде дәстүрімізді келтіріп отыр. Ал сол сияқты біздің жаратылысымыздың өзінде қарап отырсаңыз, яғни ер адамның қабырғасының етінен жаралып отыр әйел адам өзі. Яғни бұл жаратылыстағы нәрсемен қарап отырсаңыз, біздің дәстүрдегі екеуінің бір-біріне байланысы өте тығыз нете көрініп тұр. Яғни бұдан ешқандай алшақ кетудің қажеті жоқ. Қайреке, өзіңіз үлкен енді теолог мамансыз ғой, арнайы дін танушысыз. Жасыратын жоқ, бұған осыдан 5-6 жыл бұрын сондай ұғым қалыптасты. Мына біздің ұлттық дәстүріміз болған келіннің беташары, сәлем салуы, жұмадағы біздің нан тарату шелпегіміз, оңға май тамызуымыз сынды салт дәстүрімізді харам дейтін қауым шықты ғой енді. Сол қауымның көзқарасы өзгерді ме? Кейінгі жастарымыз сол қауымға өріп кетпеу үшін осы тақырыпта тілге тиек етейікші. Асанғайғы бабамыз айтқан екен. Ақырдың кезінде осындай бір кезең болады, осындай бір заман болады. Адамдар бір көзді тажалдың кесірінен үйде тұрып бұзылып отырады деген екен. Яғни замананың ақырдың кезіндегі адамдардың бір көзді тажал деп айтып отқаны, яғни қазір таңда әрбір отбасында, әрбір үйде қолданып жүрген өзіміздің ұялы телефондарымыз, балдарымыздың көп қолданатын. Яғни өзіңіз айтып кетпекші, жаңағы келіннің сәлем салу, не қылуы деп отырмыз бізге. Мәселе беташар ұғымына қарсы келіп отыр көпшілігі. Ал мақұл, беташар ұғымына қарсы келіп. Адамның алдында не керек дейді ғой. Ал енді бұл беташарды өткізудегі үрдіс не? Пайғамбарымыз өзі айтқан, әгер үйленер уақытында бір малды сойып болса да, жақын туыстарын шақыр, өз-өзін таныстыр деген. Яғни өзіңнің алған жарыңды. Яғни біздегі сол мақсатты ұстана отыр біздің дәстүрімізде. Яғни келіннің беташарын ұйымдастырды. Яғни не? Кімнің үлкен екендігін, кімнің сәлем салу керек, кімнің қайнаға екенін, оның беделі қандай, оның әулеттегі несі қандай, жаңағы абысыныңыз кім болады, қайныңыз кім, қайынсіңліңіз кім, оларға мәселеге жай ғана сол қайынсіңлі мен қайнылардың атына ат қою, олардың тікелей атын атамау мәселеге. Яғни бұл жердегі кімнің алдын кесіп өтпеудігіне байланысты. Яғни келінді ойдағыда жат жерден келген адамды сол елмен таныстыру, яғни бір-біріне байланыс жасау. Мәселе біздің қазақта мәселе 7 саны қасиетті сан. Кел деп санаймыз. Өйткені неге? Яғни 7 саны 7 қазына дейміз мәселе. Оның қалай барса ең соңғы Әз Тәукенің өзіндегі 7 жарғы қарап отырсаңыз. 7 жарғы несіне өзі. Яғни садақа дейді өзі шариғаттың өзінде. Яғни садақа беру мақсатында садақаның жеңіл түрі ретінде біздер не қылдық? 7 желбек тараттық. Яғни өткен пайғамбарымыздың уақытында ата-аналарының дүниеден өткенде оларға істер жақсылық бар ма деген екен. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам тұрып айтқан екен. Иә, бар деген екен. Яғни ата-аналарының дүниеден өткенде олардың артынан Құран бағышта дейді. Және достарына зиярат ет дейді. Яғни осы жердің өзінде келтіріп отыр. Яғни қайсы бірін алсаңыз да, яғни біздің қазақи құндылықтарымыздың отбасы тәрбиесіндегі, яғни келіннің сәлем салу болсын. Одан қалса жаңа жария садақа, жасырын садақа деп не алады мәселен қазір шариғаттың өзінде. Яғни
жасырын болсын, не болсын, яғни мына оң қолының көрген нәрсесін сол қолының көрмесін деген сияқты нәрселерді біздің қазақ өте қатты ұстана білген. Өйткені бұл жердегі мәселе жет желпек тараусыда қарап отырсаңыз, көршілердің бір-біріне деген татулығы көрінеді қарап отырсаңыз. Яғни не? Сыйды арттыру, бір-біріне сыйды, құрметті арттыру. Яғни осы мәселелердің төңірегінде ешқандай алшақ кете алмайды. Ар жағында үлкен мән жатыр ғой, мән жағында жатыр, өйткені оны түсінген адамда. Өйткені дәстүрімізді дәріптей білсең, ол дәстүрде тұрған ешқандай не жоқ біздің дәстүріміздегі. Өйткені біздің ұлттық құндылықтағы ұлттық дәріптеулердің бәрін қарап отырсаңыз, яғни жаңа Абайдың айтқанындай тал бесік, жел бесік деп мәселеге келтірудің өзін осы жерде қарап отырсаңыз. Өйткені осы жердегі өмір сүру қағидалары, яғни адамның бір-біріне деген әдептілігі, яғни үлкенге құрмет қыла білуі. Мәселен, қыз баланың өмірдегі орны, ер баланың өмірдегі орны, оларға бала тәрбиесіндегі берген тәрбиелік мән-мағынаның бәрі біздің дәстүріміздің ешқайсысынан алшақ кеткен нәрсе емес. Өйткені айтады ғой, мен бас болсам, сен мойынсың дейді, қасыма аман жолып. Яғни өзін бас ретінде санап, яғни өмірлік серік ретінде алған жарын мойын ретінде қарап отыр. Өйткені пайғамбарымыздың өзі қарап отырсаңыз, алғашқы уақиғаның өзінің жарына келіп айтқан мәселеге қарап отырсаңыз. Яғни бұл жердегі деген, яғни өзінің өмірлік серігі жұбайына деген адал серіктестігін көрсетті. Айреке, біздің хабарымыз тікелей эфирде өтіп жатқандығын айттық. Арнайы 877-171-88 нөмірінде WhatsApp байланыс нөміріміз бар. Сонда келіп түскен сауалымыз бар екен. Оқырманымыздан, көрерменімізден сауал түсіп отыр. Жалпы біздің ағайынымыздың ішінде бір бауырымыз осы ата-анасын намаз оқымаса, олар сендер кәпірсіңдер. Ұлттық біздің кей дәстүрлеріміз дінге сәйкес келмейді деген пікірді айта бастады. Осындай адамдар болса, қайда жолдауымызға болады деген сауал жолдаған екен. Арнайы мамандар, психологтар бар ма жолдайтын? Қайда бару керек? Бұндай нелер болатын болса, арнайы біздің орталық бар. Түркістан облысы дін істер басқармасы дін мәселелерін зерттеу орталығы деген. Яғни Түркістан қаласы Бекзат Саттарханов даңғылы 45-ші үйде орналасқан. Бұл жерде арнайы біздің 351-24 арнайы сенім телефондарымыз бар. Соған хабарласып, сол арқылы білімдеріне болады. Агада көкейлерінде жүрген сұрақтар болса, діни алауыз тудыратын нелерге байланысты көкейлерінде жүрген сұрақтар болса, осы нөмірге, осы сенім телефонына, жаңағы аталған адреске, мекенжайға өтулеріне болады. Ал енді жаңағы жатағымдар, жаңағы ата-анасы кәпір болса деп, намаз оқымаса оны кәпір деп санайды деп отырмыз ғой. Яғни негізінде пайғамбарымыздың уақытында мынандай бір кезең болған екен. Яғни пайғамбарымыз алғаш дінді насихаттап жүрген кезде бір сахабаның анасы ғайыр дін өкілі болған екен. Сонда ғайыр дін өкілі болған кезде сен анаң келіп тұр деген екен зиярат етуге. Сонда ана жаңа сахаба тұрып, мен ол анам ғайыр дін өкілі, мен оған шықпаймын деген екен. Сонда пайғамбарымыз тұрып айтқан екен саллаллаху алейхи вассалам, тұр да анаңа тәубе ет деген екен. Өйткені сені 9 жыл, 9 ай деген кешіресіз, 9 айын 9 күн құрсағында көтерген. Және 2 жыл омыраудан айыруы бар. Одан қала берсе, сен қиналған сәтте сенің жанынан табылды. Сен қалайша оған қарсы келесің? Жәннеттің кілті болған анасы ғой. Өйткені әл-жәннәту тахтал ахдамул уммахат дейді. Яғни жәннет аналардың аяғының астында деп келтіріп отыр. Өйткені біздегі ұлттық құндылықтардағы нәрсені қарап отырсаңыз, мәселе атаның қадірін айтайын, ананың қадірін айтайын дейді мәселе. Бір атадан болсаң да, бір анадан тусаң да, әрқайсысың әрбір үйдесің деген. Өйткені айтамыз, дұрыс 5 саусақ бірдей емес дейді біздің атамызға. Дұрыс 5 саусақ бірдей емес дейді. Бірақ 5 саусақтың шыққан жері бір дейді. Сол сияқты біздің барлығымыз Алланың алдында бір құлмыз, бір пендеміз. Өйткені ата-анаңызға не істесеңіз, қартайғанда сол өзіңіздің алдыңызға келеді деп біздің атамыз қазақ бекер айтпаған. Өйткені ата-анаңыз сізді қалайша ол кәпір, бір намаз оқымағандығын оны кәпір деп айта аламыз. Оны кәпір деп айту мүмкін. Өйткені пайғамбарымыз өзі айтқан, кәпір екеш кәпірді кәпірсің деп айтуға хақымыз жоқ деген. Өйткені олай болатын болса, пайғамбарымыздың өзі 620 жылы мәселеге Таиф сапарынан шықты. Таиф сапарынан шыққанда үлкенді кішілі жас балалардың бәрінен таяқ жеді. Сонда Жәбірейіл періштеге айтқан екен, не қалайсың? Осы халықты жоқ қылуын қалайсың ба деген екен. Сонда пайғамбарымыз тұр айтқан екен, мен оны қаламаймын деген екен. Өйткені бұлар жаңылсып әдейі істеп отқан жоқ, бұлар жаңылғаннан істеп отыр. Жәбір көріп тұрса да жанашыр ғой сонда, Өйткені, яғни ислам не? Бұл ислам бұл экстремизм, терроризм емес. Бұл ислам бұл бейбітшілікті қалайтын нәрсе. Яғни үлкенге құрмет қыла білсе, кішіге ізет қылуда, яғни отбасында бір-біріне деген татулықта, көршімен татулықта, бұның бәрі бір-бірінен ата қайнасқан нәрсе. Яғни осы жағынан жете түсіну керек. Өйткені өзге дін ағым өкілдерінің кейбіреулеріне қарап отырсаңыз, біз пайғамбарымыз сүннетімен жүріп жатырмыз дейді. Дұрыс, пайғамбарымыз сүннетімен жүр. Пайғамбарымыз сүннетінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің жаңа Таиф сапарындағы оқиғасын қарасақ,
Одан қала берсе, Абай Құнанбаевты қалайық. Әкесінің Құнанбайдың не қылуы, тәртіптік нелерді әкемен баланың, әженің байланысы керемет қой. Бір-бірінің байланыстарын келтіру мәселе. Ана тәрбиесінде, мәселен қарап отырсаңыз, қанша зиялы қауымдар біздің қазақ ұлтындағы қанша зиялы қауымдарды қарасаңыз, барлығы кімнен? Ана тәрбиесінен бастау алған. Өйткені әкелерінен жастайынан жетім қалып, ана тәрбиесінде ана құрсын. Өйткені атамыз қазақ бекер айтпаған. Еркек түздікі, әйел үйдікі деп. Осы сөздің өзінде қатты мән бар. Өйткені еркек түздікі болған екен. Яғни үйдің қам-кетерлігінің бәрі кімде? Ер адамның мойнында. Ал отбасындағы бала тәрбиесі, яғни бала тәрбиесі неде? Құрсағынан басталғанынан басталып, соған анаға жүктеліп отыр. Яғни бұл жердегі мәселе осы жерде қарап отыр. Жақсы, Қайреке, мынау жағы экстремистік ағымның мүлде қатысы жоқ исламға деп қалдық. Осы жерден тоқтап кетсек, жалпы бірде қазіргі таңда әлемдік саясатта, жалпы ортада осы экстремизмді, жалпы терроризмді исламға таңу үрдісі бар. Әрине ол таңып қойған, жасалған саяси қадам шығар. Бірақ исламда да, біздің Құранымызда да, шариғатымызда да сен жаңағыдай ислам дініндегі жоқ адамды құр жой, басқа елге барып соғыс деген нәрсе жоқ. Әрине кез келген соғыс болу үшін де сол жергілікті имамның пәтуасы керек емес па? Осы адасып жүрген, сыртқа барып соғысып жүрген бауырларымыз кейінде адасып келіп жатыр ғой. Соларымызға құлағдар болсын, кішкене кеңес болсын, жалпы осы жағын айта кетсеңіз толықтырып. Құранда үнемді бір аят бар. Басшыларыңа бағыну парыз. Яғни міндет деген. Яғни қарап отырсақ, қазір таңда жаңа дінде болды өлтіру, жаңа өзіңіз айтпақшы, жою деген нәрсе. Бұндай нәрсе мүлдем жоқ нәрсе. Өйткені қарап отырсақ, пайғамбардың уақытында пайғамбарымыз айтып кеткен бір сөзі бар. Хабашилық бір құл болса да дейді. Хабашилық бір құл, көзі қисық, бір аузы қисық, құлағы не болса, шұнақ болса да, ол сізге басшы болып келсе, сіз оған бағыну керексіз деген. Өйткені бұл жерде нені білдіреді? Бұл жерде бейбітшілікті. Яғни бір-біріне деген бауырмалдықты көрсетіп отыр. Өйткені біздің би-шешендердің өзі қарап отырсақ, кім айтқан екен? Төле би Қазыбек би мен Әйтеке биді шақырып айтқан екен. Бір оқиғаны келтіреді екен бұл жерде. Бұнда келтірген оқиғасы, бір немересі атасына мақтанған екен, мен 100 досым бар деген екен. Сонда тұрып, атасы тұрып, сен 100 досыңды сынасам бола ма деген, сынақтан ел кезектен өткізсін болады. Болады ата өткіздің деген. Сон біріншінде досына барып айтқан, осындай досың ба, досым деген. Досыңыз болса, осындай, осы досың осындай айыпты тірлік істеп қойды, осындай нәрсе істеп қойды. Бұған не дейсіз деген. Сонда тұрып ана дос тұрып, мен бұндай досым жоқ деп жалтарған екен. Ол бала ұялып қалады. Сонымен керек қаншама достарын араға салады, бірақ нәтиже болмайды. Сонда атасы тұрып айтқан екен. Менің жарты досыма барайық деген екен. Жарты досына барғаннан кейін, жарты досына жаңа баласына қойған сұрақтар сияқты болғанда қойған. Сөйтіп қойып сол несіне жауап беріп нағысы жаңа дос тұрып ойланып тұрып, дұрыс-ау депті. Балаңмен, немереңмен өзіңді бір жерге жасырып қоя алармын, бірақ астарына мініп келген көліктерін жасыра алмаймын ғой деген екен. Сонда тұрып атасы тұрып айтқан, жүр енді, менің бүтін досыма барайық деп. Бүтін досына барған кезде айтса, жаңа бүтін досы болды. Сенің басыңа түскен документ ертең менің басыма да түсуі мүмкін. Көппен көрген ұлы той бір несі болар деген. Сонда Қазыбек би мен Әйтеке би сөздің төркінін түсініп, жартыдан Құдай сақтасын, бәріміз бүтінбіз ғой деген екен. Яғни біздің елдігіміздің, билеріміздің айтып отқан сөздерін өзін қарап отырсаңыздар, ешқандай айырмашылық. Яғни өзге, яғни дін атын жамылушылар көбейіп кетті қазір таңда. Өйткені исламды бұрмалаушылықтар көп. Яғни ислам экстремист мәселеге қоғамға қауіп төнген бір қауіп қатер. Ал ислам бұл бейбітшілікті қалайтын нәрсе. Яғни пайғамбарымыз өзінің несінде де айтып кеткен, яғни ақырдың кезінде сондай бір кезең болады, сондай бір заман болады. Яғни адамдар, яғни яһудилердің өзі 71 тармаққа, христиандар 72 тармаққа, ислам 70 тармаққа бөлінеді. Яғни осы тармақтардың көлемінде осындай нәрселер дін атын жамылып, яғни ислам атын жамылып, Құранды пайғамбарымыз айтқан сөздерін алдына тосқауыл ретінде қойып қойып, соның шеңберінде өзінің құйтқыл әрекеттерді жасап жатқан ағымдар көп. Екіншісі, енді ғана исламға, өзі мұсылман ғой, енді ғана дінге бет бұрып 5 уақыт намазымды оқиын, оразамды серік қылайын деген бауырларымызға қиын да, кейде осы енді келіп мешітке келген кезде мешіттің сыртында тұрып кел бауырым ақидадан кішкене әңгіме айтайын деп, кейде осылай теріс ағымға алып кететіні бар. Сол кезде осы бауырларымызға айта кетсе, енді ғана дінге келіп, енді ғана намаз оқып жатқан бауырларымыз, дәрісті діни басқарманың имамдары бар, зерттеу орталықтары адамдар бар, солардан алу керектігін айта кетсек. Арнайы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының арнайы қазір таңда біздің елімізде
бір Түркістанның өзінде мәселеге қарап отырсақ қаншама не бар, мешіттер бар. Одан сол мешіттердің өзінде арнайы сауат ашу курстары бар. Онда да белгілі бір уақыт кезеңде сауат ашу курстарын өздері өткізеді. Сол жерлерден діни білім алған абзал. Одан қала берсе, арнайы медресе, колледждер бар. Яғни Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігінің арнайы бекіткен арнайы лицензиялы оқу орындары бар. Мәселен, біздің өзіміз Түркістан облысына өзі тиесілі мәселе Сарыағаш медресе колледжі бар, мәселен қарап отырсақ. Одан қала берсе, Кентаудағы Арман Қуанышбаевтың арнайы діни сауат ашу курс нелері бар, мәселен. Осындай жерлерден нағыз діни білімдерді алған абзал. Өйткені Қазақстанда дін атын жамылғандардың арасында көпшілігін қарап отырсақ, яғни өзінің алдау арбауына бұрынғы кезде Советтің құрсауында 70 жыл Совет бұғауында жүрдік дейік қой. Сол Совет бұғауында жүрсек те, бірақ сол кездегі ата-бабаларымыздың көпшілігі дінге бет бұрмайтын ағылса, бала-шағамыз дінге бет бұрса қуанар ек. Ал қазір таңда шошитын болдық. Яғни баламыз дінге бет бұратымыз айналан қоя жатыр. Өзге бір ағым болсын. Яғни бұл нәрсені содан қорқады. Яғни бұның алдын алу мақсаты әрбір отбасында тәлім тәрбиеден басталса. Яғни өзіміздің ұлттық құндылықтарды дәріптеп балаға құйса, ол өзге нәрседен аулақ болар еді. Яғни бірінші нәрсе, ең нәрсе отбасынан басталу керек. Яғни отбасындағы тәлім тәрбиеден басталса. Яғни өзіміздің қазақи ұлттық құндылықтағы нәрсе. Мәселен, Абылай ханның өзіне айтады: "Ей Абылай, сен Тұрымтайдай ұл едің" дейді. 12 жасқа толғанда Тұрымтайдай ұл едің дейді. Мәселен, Абылай атың жоқ еді, сабалақ атпен жүр едің дейді. Мәселен, Түркістанда Әбілмәмбет төренің түйесін баққан құл едің дейді. Мәселен, жақсы. Қарекім, тағы да біздің WhatsApp желісіне сауал келіп түскен екен, ата-анадан болса керек. Қазір көптеген балалар әлеуметтік желіде отырады, яғни ұялы телефонда отырады. Осындай кезде электронды қандай ресми басылымдар бар, оқитын сайттар, осы діни басқармаға қатысты осындай сауал қойып отыр екен. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының өзінің арнайы Муфтият KZ деген арнайы сайты бар. Сол сайттан алса болады. Негізі діни мағлұмат. Одан кейін жаңағы 17 облыс аудан дейміз ғой, өзіміз 17 облыс дейміз ғой Қазақстан Республикасында. Сол әр облыстың сол Қазақстанда мұсылмандар діни басқармасының арнайы мешіттері бар. Сол мешіттердің өздерінің жергілікті сайттары бар. Яғни Муфтият KZ сияқты, мәселен, Яссы KZ деген сияқты. Мәселен, одан кейін қала берсе біздің өзінің орталықтың Центр Тур KZ деген арнайы сайтымыз бар, мәселен. Сол сайттардан алса болады. Өйткені барынша түптеп келген кезде алыстан іздеудің қажеті жоқ. Жай ғана Абай Құнанбаевтың 45 қара сөзін оқыса, сондай жеткілікті. Яғни дінді де, өзіміздің дәстүрімізде, салт санамызда, адамның тұрмыстық тіршілігінде қалай тұрып тұруың керектігін бәрін алыстан іздеудің жоқ. Жай ғана өзіміздің Абайдың өзін оқыса да жеткілікті. Өйткені біздің ұлттық құндылықтағы айтып кеткен нелердің бәрін қарап отырсаңыз, мәселен, 18 мың ғаламның падишасы Алласың дейді. 18 мың ғаламның халифасы адамсың деп осындай өлең жырларынан басталады, қарап отырсаңыз. Мәселен, бисмилла деп баян айттым дейді әуелі дейді. Уәжіп болған соң осы сөзбен бастадым әрбір істі дейді. Мәселен, қарап отырсаңыз, біздің ақын жыраулардың барлық сөздерінің нелердің бәрі осы жерден келеді. Мәселен, Шәді Төрі Жәңгірұлының өзінің айтып кеткен нәрсесі мәселен, ахуалы қиямет дейді. Мәселен, қараңыз, ахуалы қиямет деп айтып отыр өзі. Яғни дүниенің жаратылысынан бастап ақыретке дейінгі ненің бәрін өзінің осы кітап өлең жырында. Өйткені бізде халық ауыз әдебиеті, яғни аңыз нелердің бәрін есте сақтау қабілеті өте не болған. Яғни ауыздан ауыз әдебиетіне бүйтіп ауыз әдебиеті жақсы дамыды ғой. Жақсы дамыған. Яғни осы нелердің бәрінде көп өлең жырларында әдемі айтылып кеткен. Әрине, мынау Алланың өзі рас, сөзі де рас, рас сөз ешқашан да жалған болмас деп Құнанбай қажым баласы бекер айтқан жоқ қой. Бүгін мынау дін мен дәстүрді сөз етіп отырмыз, Қайреке. Осыған байланысты мынау дей тұрғанмен қазақта дәстүрдің озығы бар, тозығы бар деген де сөз бар. Мәселен, Шоқан Уәлихановтың ұлы ғалым шамандықтың қалдықтары атты еңбектері бар. Дей тұрғанмен осы кейде исламның сөзін өтпей қалатын да дәстүрлеріміз бар. Осында ескеру керек сияқты. Иә, ол рас. Яғни біздің дәстүрлердің арасында дәстүр деп те нема, дәстүрдің көпшілігі ырым дейміз, тыйым дейміз. Ырым тыйымдардың арасында, әдет ғұрыптардың арасында, ырым тыйымдардың арасында кейбір енді түсініспеушіліктері болады. Қарап отырсақ. Яғни бұл жердегі мәселен бізде жай ғана бір мысал ретінде тырнақ алу мәселесі. Мәселен, кешкілік күн ұясына кірген кезде тырнақ алма дейді бізде. Бұл орайында. Ал бірақ бұны не мақсатта айтылды? Оның төркініне не алсақ? Жете бермейміз ғой. Бара бермейміз. Өйткені білесіздер, қазіргі таңда Құдайға шүкір жарықтандыру мәселесі өте жеткілікті. Ал ол кезде түнгі уақытта кешкілікте ондай ымыра жағу жоқ. Яғни майшам
яғни пілте мақтаның несін алып семейға батырып қойып соның несімен жағып қойып отқан заманда, яғни сол мақсатта қолды, яғни денеге, яғни 12 мүшені берді аманат қылып, сол 12 мүшеге қиянат қылмасын деген мақсатта қойылған нәрсе бұлар. А Қазақстанда бұл нәрселер уже жол жүрмейді. Өйткені Қазақстанда қарап отырсаңыз, түнгі уақытта Құдайға шүкір, электр жарықтарымыз, нелеріміздің бәрі жеткілікті. Яғни бұл жерде мәселеге Тарнағалдың несіне байланысты осындай нәрселердің, осындай кейбір нелерді ғана нағылға болады, а бірақ көпшілігі несілінде бүйтіп алшақ кете алмаймыз. Жақсы, Қайреке, рахмет. Мінекей уақытқа да бағынбасқа болмас. Уақытыңызға таяп келеді, арнайы уақыт бөліп бүгінгі мынау біздің көрермендерімізге біздің сауалымызға жауап бергеніңізге алғыс білдіреміз. Мына тұтқан оразаңыз қабыл болсын, қасиетті Рамазан айы мүбәрәк болсын дейміз. Құрметті көрермендер, бүгін студия қонағы болған Қазақстан біздің облыстық дін басқармасының дін мәселелері зерттеу орталығының арнайы теолог маманы Қайрат Салықбаев бүгін келген болатын. Тұтқан оразаларыңыз қабыл болсын, әрдайым шапағат бағдарламасында бір жүздесу жассын. Амандықпен жүздескенше сау болыңыздар.